Сәлем достар, менің арнама қош келдіңіздер. Әңгімені бастамас бұрын лайк басып, комментария жазып, тіркеліп қоюды ұмытпаңыздар. Комментарияға қай ауданнан көріп отырғандарыңызды және де өз пікірлеріңізді жаза кетіңіздер. Сіздердің пікірлеріңіз мен үшін өте маңызды. Күйреген тағдыр, ширыққан кек жарылған шүмектен атқылаған мұздай су қолды қарып, саусақтарды шымырлатты. Сая қосы ұстап су алды да, бетіне шашты, жолдың сіңіп қалған шаңы мен арзан опаның қалдығын жуып шайды. Сосын вокзал әжетханасының шыбын қонған, бұлыңғыр айнасынан өз бейнесіне қарады. Айнадан оған мүлдем бөтен әйел телміріп тұр еді. Осыдан 7 жыл бұрын бұл әйелдің жүз әлпеті биязы, шашы жылтырап күтулі болатын. Көз қарасынан бұл әлем менің осымда деген нық сенім сезілетін. Оның өзін жаннан артық көретін әкесі бар еді, ірі құрылыс компаниясының қожайыны болатын. Төсегі бір жолдасы бар еді, екеуі алдағы уақытта туылатын сәбиіне арнап бірге балалар арбасын таңдайтын. Ал қазірше айнадан Саяға төбе шашы тас түйін түйіліп, буырыл кірген, жақ сүйегі арықтап, өткірленген, ал көзінде түрме плацының сұрғылт көлеңкесі мәңгілікке қатып қалған бір бейтаныс жан қарап тұрды. Ол бірнеше сағаттан кейін өз қызын қарсы алатын кездегі жүз құбылысын дайындағандай сәл жымиюға тырысты. Жымиысы қисайып, жан ауруының тыртығындай болып шықты. Сая 1 сағат бұрын перрондағы дүңгіршектен сатып алған арзан далапты қалтасынан суырып алды. Еріне жақты да, сосын іле-шала алақанның шаң басқан сыртымен ызалана сүртіп тастады. Бояу оның терісінің табиғи емес ақшыл реңін аша түскендей еді. Түрме таңбасын косметикамен жасыра алмайсың. Оны арқадағы көрінбейтін бүкір сияқты үнсіз көтеріп жүру керек. Ол қарапайым жүн свитерінің жағасын түзетіп, ауыр сөмкесін іліп алды да, ушу, абыр-сабыр күту залына шықты. Қалаға дейін электр пойызымен 1 сағаттық жол қалған еді. Дөңгелектердің гүрсілі шекесіне тұйық метрономдай соғылып жатты. Сая терезеден зымырап өтіп жатқан күзгі көріністерге қарағанымен, көз алдына тек сот жүйесі, оның жадына қызған темірмен басып кеткен өткен өмірдің суреттері ғана келіп тұрды. Қиянат пен сатқындық әкесінің кең көлемді инфаркттан кенеттен қайтыс болуы. Өсиет хаттың оқылуы. Ол бойынша компания активтерінің басым бөлігімен орталықтағы зәулім 2 қабатты пәтер Саяға қалатын еді. Одан кейін нағыз тозақ басталды. Оның өз туған анасы мен әке махаббатын кіші сіңісінен әрдайым қызғанып өскен әпкесі Әлия бірігіп, мінсіз де қатыгез топ құрды. Олар құжаттарды қолдан жасап, Саяны компания шоттарынан жүйелі түрде ақша жымқырып отырды деген жалған дәлелдер дайындады. Бірақ ең ауыр соққы күйеуінен келді. Асқар құшағында ұйықтап жүрген адамы сотта тік тұрып, көзін тайдыра отырып, Саяның шынымен де одан офшорлық шоттар ашуды өтінгенін растады. Оның бұл куәлігінің бағасы кейінірек белгілі болды. Әлия оны тартып алынған бизнестің тең қожайыны етіп тағайындады. Саяны жүктіліктің 6 айында тергеу изоляторына алып кетті. Үкім: 7 жылға бас бостандығынан айыру. Оның есінде колония жанындағы аурухана палатасы, ақтығы кетіп, сылағы түскен қабырғалар, хлор мен дәрі-дәрмектің иісі және кеудесіне қойылған титімдей ғана қызыл шақалақ қалды. Саяхат, Соня, хайуани қорқынышпен астасқан, шыдап тұрғысыз бақыттың 3 күні. 3 күн бойы ол өз қызының төбесінен иіскеп, оның тынысын тыңдады. Ал 4-ші тәулікте қамқоршылық органдарынан адамдар келді. Сая медициналық бөлім бастығының алдында тізерлеп тұрып, баланы колония жанындағы балалар үйінде қалдыруын жалынып сұрады. Бірақ заң бойынша қамқоршылыққа алудың басым құқығы туыстарда болғандықтан Әлия қызды алуға өзі келді. Үстінде әкесінің ақшасына сатып алынған қымбат кашемир пальто бар. Ол босанудан кейін әлсіреп, еңіреп жылап жатқан сіңісіне жоғарыдан төмен қарай менсінбей қарады. Уайымдама, қылмыскер, деді Әлия конвой естімейтіндей етіп сыбырлап. Қыз, зәулім үйде, сен өзімдікі деп есептеген дәл сонау пәтерде шалқып өседі. Ал сені ол тіпті есіне де алмайды. Мен бұған өзім қамқорлық жасаймын. Жат болып кеткен қандас электр пойызы сілкініп барып тоқтады. Қала? Сая перронға шықты. Ол полицияға да, әлеуметтік қызметтерге де барған жоқ. Оның бойындағы қанмен бірге соғып тұрған жалғыз ғана мақсат бар еді. Ол Саяхат. Қызы 7 жасқа толды.
Ол бірінші сыныпқа барды. Сая бұны колонияға кейде бір жетіп тұратын қамқоршылық органдарының құрғақ, қысқа есептерінен білетін. Ол Әлияның баланың мінсіз асырап алушы анасы деген мәртебесін сақтап тұру үшін орналастырған элиталық гимназиясының нөмірін білетін. Аудан оны жылтыраған сән салтанатымен қарсы алды. Мінсіз тегіс асфальт, соғылған темір шамдар, жол жиегінде тұрған жол талғамайтын қымбат көліктер. Сая өзгенің мейрамына кездейсоқтап болған елес құсап, қымбат бутиктердің витриналарының қасынан өтіп бара жатты. Оның ескі бәтеңкесімен тозған күртешесі күзетшілердің күдікті көзқарастарын тудырды. Гимназия биік темір қорғанмен қоршалған еді. Қақпа алдында ата-аналар, қатал костюм киген бала күтушілер, жүргізушілер жиналып қалған. Сая кіреберістен 20 метрдей жердегі ескі еменнің көлеңкесіне келіп тоқтады. Жүрегі сондай қатты соғып, тынысы тарылды. Денені билеген дірілді басу үшін ол қолын жұдырыққа түйді. Қоңырау соғылды. Бірнеше минуттан кейін зәулім есіктен қою, көк түсті әдемі форма киген балалар жүгіріп шыға бастады. Сая әр баланың жүзіне көз сала қарады. Кенет ол оны көрді. Екі бұрымы бар, жинақы пальто киген және арқасында кішкентай қызғылт рюкзагы бар аққұба қыз бала. Ол құрбысына бірдеңе айтып күліп келе жатты. Оның әкесінікіндей қайсар иегімен Саяның өз көздері бар еді. Сая еріксіз алға қарай бір қадам басты. Өкпесіне ауа сыймай қалды. Миы оған ұмтыл қасына, құшақта кішкентай бетінен сүй деп айқайлап жатқандай болды. Бірақ қыздың жолын тұрақта тұрған ақ түсті көліктен шыққан әйел бөгеді. Әлия. Әпкесі мінсіз көрінетін. Шаш үлгісі шашқа шаш қосылғандай реттелген. Брендтік сөмке, өмірдің қожайыны іспетті жеңіл, сенімді күлкі. Қыз қуана айқайлап Әлияға қарай жүгірді. Анашым, жанынам, мен бүгін сурет сабағынан 5 алдым. Қызының аузына шыққан, және оның өмірін тасталған еткен әйелге бағытталған анашым деген сөз Саяға шоқпармен ұрғандай әсер етті. Кеуде тұсын физикалық ауырсыну тесіп өткендей болды. Саяның тынысы бітіп қалды. Ол өзін тоқтата алмады. Түрмедегі төзімділік аналық инстинкттің алдында сыр берді. Сая ағаш көлеңкесінен шығып, тура оларға қарай жүрді. Қызға көліктің есігін ашып жатқан Әлия басын көтерді. Оның көзқарасы жақындап келе жатқан әйелдің тұлғасына түсті. Алдымен оның көзінен өзіне қайыршы жақындап келгендей реніш байқалды. Бірақ бір секундтан кейін ол реніш тану сезіміне ауысты. Әлияның түсі қашып кетті. Оның қолы көліктің тұтқасына қатты жабысты. Саяхат, көлікке отыр. Тез, деді әпкесі ширыққан дауыспен. Бірақ қыз үлгермеді. Сая тақай берді. Ол ауыр тыныс алып олардың алдында тұрды. Тек балаға өзінің кішкентай, мінсіз көшірмесіне қарады. Саяхатым деп сыбырлады Сая, көзінен сатқын жас сырғып кетті. Ол қыздың ақ құба бұрымына қол тигізбек болып дірілдеген қолын созды. Бала шошып кейін шегінді. Ол Саяның жүдеу жүзіне, дөрекі киіміне, әйелдер барағындағы төбелестен қалған қасының үстіндегі тыртыққа қарады. Баланың көзінен таза, шынайы қорқыныш көрінді. Анашым, бұл кім? Саяхат Әлияның артына тығылып, кішкентай саусақтармен оның қымбат пальтосының етегіне жабысып алды. Бұл бір ашулы тәте екен. Мен қорқып тұрмын. Сая сілейіп қалды. Қолы ауада салбырап тұрып қалды. Ашулы тәте. Өз туған қызы оған балалар ертегісіндегі құбыжық сияқты қарап тұрды. Әлия жағдайды бірден пайдалана қойды. Жүзіндегі қорқыныш ғайып болды. Оның орнын жеңімпаз, суық, жыртқыш күлкі басты. Ол баланы өз денесімен тасалап, алға қарай бір қадам басты да, сіңісіне бастан аяқ жиіркене көз тастады. Қарасаңшы, шығыпсың ғой, деді Әлия басқа ата-аналардың назарын аудармау үшін ақырын, тісінің арасынан сығып. Ал мен сені сонда шіріп кетеді деп ойлап ем. Бұл менің қызым, Әлия. Менікі, Саяның дауысы қарлығып шықты. Сенікі болған, Әлия жақынырақ еңкейіп, Саяға өзінің ауыр, қымбат әтірінің иісін шашты. Қазір ол менікі. Құжат бойынша да, заң бойынша да, жүріп бойынша да. Өзіне қарашы, Сая. Сен бір үрейсің, зечкасың.
Сен мені баланың психикасын бұзуға жол береді деп ойлайсың ба? Ол өзінің биологиялық шешесі ақша үшін өзін тастап кеткен қылмыскер әрі ұры екенін біледі. Ол ақшаны сен өзің ұрладың. Шешем екеуің мені тұзаққа түсірдіңдер. Дәлелдеп көр, Әлия оның көзіне тіке қарап күліп жіберді. Сот бәрін дәлелдеп қойған. Ал енді мені мұқият тыңда, сіңлім. Егер сен оған тағы бір рет жақындасаң, егер мен бұл мектептің немесе біздің үйдің қасынан сенің көлеңкеңді көрсем, мен полиция шақырамын. Сені маған және балаға қауіп төндірді деймін. Сенің өмірбаяныңмен сені кешке дейін тергеу изоляторына қамайды. Қамқоршылық органдары сені бір күнде ата-ана құқығынан айырады. Мені түсіндің бе? Ол үшін сен өлісің. Жоғал бұл жерден. Әлия бұрылып шошып қалған қызды артқы орындыққа отырғызды да есікті тарс жапты. Ақ түсті жол талғамайтын көлік тротуардан баяу қозғалып, Саяның бетіне түтіннің суық ауасын соқты да кете барды. Тас қабырға және жаңа жоспар Сая көшенің қақ ортасында соқыр болып тұрып қалды. Айналада адамдар абыр-сабыр, балалар күліп жатты. Балмен құлаққа ұрған. Әлем екінші рет қирады. Түрмеде ол қызын қалай құшақтайтыны туралы қиялдармен өмір сүрді. Ол ең қиыны колония қақпасынан шығу деп ойлайтын. Бірақ нағыз қабырға осы жерде екен. Ақшадан, байланыстардан, қымбат адвокаттардан және баланың өшірілген жадынан соғылған қабырға. Ананың махаббаты бұл қабырғаны бұза алмады. Ықпалды, бай қамқоршыдан баланы тартып алу үшін заңгерлер армиясы керек еді. Мінсіз тұрғын үй жағдайлары керек еді, соттар оны мүлдем тыңдау үшін миллиондар керек еді. Ал оның қалтасында босатылған кезде берілген 5000 рубль ғана бар болатын. Әлсіздік дәл 1 минутқа созылды. Сая көз жасын сүртті. Түрме оны байбалам салудан арылтқан. Колонияда көз жасы акулалар үшін судағы қанмен тең. Егер сенен тамағыңды тартып алса, сен жыламайсың. Сен өзгеніңкіні тартып алудың жолын табасың. Ол элиталық мектептен алыстап көшемен баяу жүріп кетті. Басында тек қызы туралы ойлар ғана болған Саяның миында енді суық, математикалық механизм жұмыс істей бастады. Отбасы оны сыртқа тепкенге дейін Сая әкесінің оң қолы болған. Ол жылжымайтын мүлік нарығын басынан аяғына дейін білетін. Жер телімдерінің қалай сатып алынатынын, шаршы метрлердің қалай бағаланатынын, үйден шығару және қайта рәсімдеу схемаларының қалай жұмыс істейтінін жақсы білетін. Әлия оның бизнесі мен пәтерлерін ұрлады. Демек, Сая өзінің жаңа бизнесін Әлия сияқтылар жиіркенетін нәрседен, батпақтан, үмітсіздіктен және өлі шаршы метрлерден тұрғызады. Кешке қарай ол қала шетіндегі ескі депрессивті ауданға жетті. Бұл жерде соғылған темір қоршаулар мен қымбат көліктер жоқ, тек сылағы түскен панелді 5 қабатты үйлер, граффити салынған қабырғалар және жертөлелерден шыққан сыз иісі ғана бар. Сая интернет кафеге кірді. 1 сағаты тиын-тебен тұратын. Ол жылжымайтын мүлік туралы хабарландырулар сайттарын ашты. Оны жөндеу көрген пәтерлер қызықтырмады. Ол күрделі мәмілелер, проблемалық тұрғын үйлер, үлестер бөлімін іздеді. Көзі жолдармен сырғып өтті. Бөлме сатамын. Көршілер ішеді, кіру мүмкіндігі жабылған. Коммуналдық қарыздары бар, пәтер сатамын. 500 Маргиналдар тұрады. Үйден шығара алмаймын, бұл кәдімгі риэлторлар жоламайтын, қорқыныш пен тығырыққа тірелу нарығы еді. Адамдар бас ауруынан құтылу үшін мұндай метрлерді сутенге беруге дайын болатын. Бірақ ең арзан үлесті сатып алу үшін де оның 5000 рубльнен көп ақша керек еді. Сая вкладканы жауып, форумды ашты. Төсек тартып, коллекторлар, күштеп шығару мамандар мен қара маклерлер сөйлесетін көлеңкелі сегмент. Ол мәтінді қысқа әрі өте түсінікті етіп жазып, хабарландыру құрды. Үйден шықпайтын тұрғындардың мәселесін шешемін. Метрлерді маргиналдардан, нашақорлардан, заңсыз жалаушылар. Қатал тек РФК аясында. Төлем нәтиже бойынша ол өзінің жаңа аты жоқ сим картасының нөмірін қалдырып көшеге шықты. Қонатын жері жоқ еді. Ол тәулік бойы жұмыс істейтін вокзалға жетіп, ыстық шай сатып алды да, капюшонын киіп, күту залының бұрышындағы темір орындыққа отырды.
Алғашқы қадам телефон түнгі сағат 2:00-де шырылдады. Сая бірден көзін ашты. Ұйқысы су сепкендей басылды. Ол тұтқаны құлағына апарды. Тыңдап тұрмын. Хабарландыру бойынша дауыс ер адамдікі, қарлыққан, шылым шегетіні белгілі. Сіз әйел адамсыз ба? Жыныстың маңызы жоқ. Нәтиженің маңызы бар деп Сая байсалды жауап берді. Қандай мәселе? Тұтқаның арғы жағындағы ер адам жүйкесі жұқарып мысқылдады. Қала шетінде тозығы жеткен 3 бөлмелі пәтер бар. Иесі қайтыс болған, мұрагер менің клиентім. Клиент пәтерді сатқысы келеді, бірақ онда марқұмның ағасы тұрып жатқанына 3 жыл болды. Маскүнем үйді притонға айналдырған, қаңғыбастарда келеді, қоқыс үйіндісін жасаған. Полиция келеді, қолын жаяды. Отбасылық істер, сотқа барыңдар дейді. Сот жылдарға созылады. Маған пәтердің 3 күннен кейін бос әрі таза болғаны керек. Оны күшпен шығара алмаймын. Қамап тастауы мүмкін. Күшпен шығара алмайсыз, бірақ мұны менің жасағанымды қалайсыз, Сая мысқылдады. Хабарландыруда қатал, бірақ аясында деп жазылған. Мұны қалай жасайсыз, маған бәрібір. Мәселенің бағасы 100.000 рубль қолма-қол. Үлгересіз бе? 100.000. Бұл оның Әлия мен өз қызының арасына тұрғызатын қабырғасының алғашқы кірпіштері еді. Үлгеремін деп жауап берді Сая. Мекенжайды жіберіңіз, және менің атыма мұрагерден нысанды басқару құқығына сенім хат дайындаңыз. Ертең таңертең мен бастаймын. Ол телефонды қалтасына салды. Таңға дейін бірнеше сағат қалған еді. Сая вокзалдың көмескі шамдарына қарап, темір орындықтың арқалығына сүйенді. Әлия оны үрей және зечка деді. Әлия оны бәрінен айырдым деп ойлады. Ол бір нәрсені ескермеді. Адамнан бәрін тартып алғанда, оның жоғалтатын ештеңесі қалмайды. Түрме Саяны әлсіреткен жоқ. Ол оны джунгли ережелеріне үйретті, онда ақшасы бар адам емес, қолын қан мен батпаққа бояудан қорықпайтын адам аман қалады. Ертең ол сонау қарғыс атқан пәтерге кіреді. Ол жалынбайды, полиция мен қорқытпайды. Ол маргиналдар үшін ақ қызбадан да сорақы қорқынышқа айналады. Өйткені оның артында тек ақша ғана емес, оның артында көк мектеп формасын киген 7 жасар қыздың көздері тұрды. Және осы көздер үшін Сая бұл қаланы астаң-тестең етуге, әрбір лас, өлі бетон қорапты сатып алуға дайын еді, олардан ең жоғарыға апаратын баспалдақ тұрғызу үшін. Ойын басталды, енді оның ережелерін ол өзі орнатады. Істің басталуы қолғаны қабатын қолдан жасалған арақтың, шіріген тамақ пен жуылмаған денелердің ауыр иісі, ескі панелді 5 қабатты үйдің 5-ші қабатындағы баспалдақ алаңында ақ мұрынды жарды. Сая дерматинмен қапталған, ескірген есіктің алдында тұрды. Оған жарты сағат бұрын Гүлзарда кілтпен сенім хатты берген риэлтор бір қабат төменде жүйкесі жұқарып шылым шегіп тұрған. Оның қазір не болатынына куә болғысы келмегені анық еді. Сая қалтасынан кілттерді суырды, бірақ олардың қажеті болмады. Есік құлыпталмаған екен. Ол есікті иығымен итеріп жіберіп қараңғылыққа қадам басты. Пәтер кәдімгі притон болатын. Барлық жерде бос бөтелкелер, темекі қалдықтары, лас шүберектер шашылып жатыр. Сұқағаздар сұрғылт, сталған шұрық тесік болып салбырап тұр. Үлкен бөлмеде тура еденге тасталған лас матрастың үстінде 3 еркек пен 1 әйел ұйықтап жатты. Ауа сондай ауыр еді, оны пышақпен кесуге болатындай. Сая жиіркенген жоқ. Тергеу изоляторының лық толы камераларында ол бұдан да сорақысын көрген. Ол әдісті түрде ас үйге өтіп, терезені айқара ашып, күздің суық ауасын кіргізді. Содан кейін дәліздегі қалқаншаға келіп, сымдарды жұлып алып, пәтерді тоқтан ажыратты. Осыдан кейін ол бөлмеге қайта оралды. Қолында соңғы ақшасына құрылыс дүкенінен сатып алған ауыр темір лом, монтировка бар еді. Ол айқайлап оларды оятқан жоқ. Сая тумбочканың үстінде тұрған, бөлмедегі жалғыз бүтін зат, ескі теледидарға жақындап келіп, лом мен бар пәрменімен ұрып қалды. Шағылған кинескоптың дыбысы гранатаның жарылысындай шықты. Матрастағы адамдар атып тұрды. Әйел шыңғырып жіберді.
Сақал мұрты өскен, жүзі сіңген, марқұм қожайынның дәл сонау маскүнем ағасы Саяға қарауын бағыттай алмай, түсінбей телмірді. Сен кімсің, қаншық? Деп қарлықты ол, тұруға тырысып. Не істеп жатырсың? Сая байсалды түрде ломға сүйенді. Оның суық әрі өлі көздері оны тесіп өтіп бара жатқандай еді. Мен қожайынның өкілімін, дауысы ешқандай дірілсіз, бір қалыпты шықты. Ол еденге нотариалды сенім хатты тастады. Бұл пәтер сатылды. Сіздерге заттарыңызды жинап сыртқа шығу үшін дәл 10 минут уақыт беріледі. Жоғал ары. Ер адам оған қарай нық емес қадамдармен жүрді. Бұл менің үйім. Мен бұл жерде тіркелгенмін. Мен милиция шақырамын. Шақыр, Сая қарсы алға қадам басты. Ол шегінген жоқ. Түрме инстинкті мінсіз жұмыс істеп тұрды. Агрессия алдында қорқыныш көрсетсең, сені жеп қояды. Ол ломды терезеден түскен жарыққа темір жылтырайтындай етіп көтерді. Полиция келеді, сенім хатқа қарайды, және сіздердің барлығыңызды притон ұйымдастырғаныңыз және заңсыз басып кіргеніңіз үшін ресімдеуге наряд шақырады. Бірақ олар келгенге дейін мен сенің аяғыңды сындырамын да өзімді қорғадым деймін. Менің көзіме қара. Сен мені қалжыңдап тұр деп ойлайсың ба? Ер адам тоқтап қалды. Саяның көзқарасы тіпті арақтың тұманын да тесіп өтті. Оның көзінде зиялы қауымның байбаламы жоқ еді. Онда жоғалтатын ештеңесі жоқ адамның тұйық, алғашқы қауымдық қаупі тұрды. Ол бұл лом ұстаған әйелдің шынымен де ұратынын және өлімші етіп ұратынын түсінді. Заттарды жинаймыз. Деп бұрқ етті қалғандарынан гөрі аздап айныққан серіктестерінің бірі. Серега, қойшы оны, бұл жындыны. Жылу трассасына, тақыр басқа барайық. 15 минуттан кейін пәтер бос қалды. Сая осы сасық бетон табытта жалғыз қалды. Оның қолдары сәл дірілдеп тұр еді. Екінші бөлім. Қайтарылған өмір мен соңғы соққы денені билеген адреналин әлі де басыла қоймаған еді, бірақ іштей суық қана қанағаттану сезімі пульспен бірге соғып тұрды. Ол риэлторға қоңырау шалды. Нысан бос. Кіре беруіңізге болады. Риэлтор мұрнын орамалмен қыса ұстап пәтерге көтерілді. Ол қираған теледидарға, айқара ашылған терезелерге, бос матрасқа қаратты, сосын терезе алдында отырып, далаға байсалды көз тастап тұрған Саяға таңырқай көз салды. Сіз мұны қалай жасадыңыз? Учаскелік полициямен бірге жарты жыл бойы алысқан едік. Сізге ат керек пе, әлде ақша ма? Сая терезе алдынан секіріп түсті. Ақшаны беріңіз. Риэлтор үн-түнсіз ішкі қалтасынан қалың конвертті суырды. 100 рубль. Бұл оның алғашқы капиталы еді. Бірақ Сая өзге риэлторлар үшін үйден адам шығарушы, бүші бала болып жұмыс істеу тиын тебен екенін жақсы түсінді. Бұл болашағы жоқ жол. Нағыз үлкен ақша комиссиялық сыйақы да емес, жылжымайтын мүліктің өзінде дәл сонау адамдар сутегінге құтылғысы келіп отырған өлі әрі проблемалық шаршы метрлерде жатыр. Ол арзан жатақханадан бір бөлме жалдап, қолданыста болған ноутбук пен ең қарапайым смартфон сатып алды. Келесі бірнеше апта бойы ол мүлдем ұйықтаған жоқ. Сая нарықты талдады. Ол коммуналды қызметтер бойынша миллиондаған қарызы бар, сот орындаушыларының қамауында тұрған, отбасылық соғыстардың кесірінен сылымға шығарылған үйлерді. Мұндай нысандар нарықтағы бағадан 4050-ға төмен тұратын. Кәдімгі сатып алушылар мұндай үйлерден оттан қорыққандай қашатын. Ешкімде онда тіркелген туыстармен соттасқысы немесе өзгенің қарызын төлегісі келмейтін. Сая сатып алу үшін өзінің алғашқы нысанын тапты. Бұл бірінші қабаттағы титімдей ғана бір бөлмелі пәтер еді. Қожайыны түрмеде отырған. Пәтер оған мұра ретінде қалған, бірақ түкш, жік бойынша сұмдық үлкен қарыз жиналып қалған, ал ішінде баяғыда жергілікті нашақорлар орнығып алған. Риэлтор бұл мойнында тұрған ауыр жүкті тезірек өткізу үшін сенім хат бойынша өте күлкілі бағаға сатып жатқан еді. Саяда қажетті сома болған жоқ. Оның 100 рублі тіпті алғашқы жарнаға да жетпейтін. Оған инвесторлар керек болды.
Ол жеке кредиторларға, яғни сұмдық үлкен пайызбен ақша беретіндерге қоңырау шала бастады. Олар дәмханаларда, көлік ішінде кезетін. Сая кездесулерге үстіндегі қарапайым қатал костюм мен қолындағы мінсіз дайындалған құжаттар папкасымен келетін. Ол оларға өзінің бизнес жоспарын таныстыратын. Сіз бұл пәтерді менің атыма сатып аласыз ба? Біз кепілді рәсімдейміз, деді ол кезекті қымбат пальто киген, толықша келген кредиторға құрғақ әрі іскерлік тілде тіліп сөйлеп. Мен заңсыз тұрғындарды өз күшімен шығарамын. Түкш қарыздарын сот арқылы жоямын. Заң талап қою мерзімінің өтіп кетуіне байланысты 3 жылдан асқан қарыздарды жоюға мүмкіндік береді. Қалған бөлігін реструктуризациялаймын. Сосын косметикалық жөндеу жүргіземін. 2 айдан кейін пәтер нарықтық бағамен сатылады. Сіздің пайдаңыз жылдық 30. Менің маржам сатудан түседі. Көпшілігі оны жынды санап, саусағын шекесіне апарып айналдыратын. Жақында ғана түрмеден босап шыққан анықтамасы бар әйелге ешкім сенбеді. Бірақ Сая өзіне сенетін адамды тапты. Ол бұрынғы тергеуші, ал қазір адам тани алатын көлеңкелі инвестор еді. Ол Саяның бойынан дәл сонау притондағы маскүнемдер көрген нәрсені, болаттай бүгілмес қайсар, ерік жігерді көрді. Ол оған ақша берді. Мәміле жасалды. Сая өзінің алғашқы өлі нысанының иесі атанды. Нашақордарды үйден шығару баяғы қалыптасқан схема бойынша өтті. Оған көмекке жүгінуге тура келді. Сая өзімен бірге жазасын өтеген әйелдерді есіне түсірді. Ол Рита мен Светаны, колониядан кейін қалыпты өмірге жолы жабылған 2 ірі денелі, қатал әйелді тапты. Әр қайсысына 10,000 рубльден беріп, 3-еуі пәтерге кіріп, тұрғындарды күшпен сыртқа лақтырып жіберді. Содан кейін жаңа темір есік орнатты. Одан кейін жөндеу жұмыстары басталды. Саяның құрылысшылар бригадасына беретін ақшасы жоқ еді. 3-еуі шіріген түсқағаздарды сыпырып, жүздеген қап қоқысты сыртқа шығарды, қандалаларды улады. Сая қабырғаны сылап, түсқағаз жабыстыруды өзі үйреніп алды. Ол ең арзан, бірақ стильді материалдарды. Ақшыл ламинат пен ақ бояуды сатып алды. Сасық притоннан пәтер, жап-жарық, тап-таза студияға айналды. Сонымен қатар Сая басқарушы компаниямен де соғысты. Түрмеге дейін әкесімен бірге жұмыс істеп жүргенде бойына сіңген заңгерлік дағдылары қайта оралды. Ол басқарушы компанияның үстінен арыз шағымдар жаудырып, сотқа дейін жетті және коммуналдық қызметкерлердің әрекетсіздігін дәлелдеп, ескі қарыздың үлкен бөлігін жойғызып жіберді. 1,5 айдан кейін пәтер сатылымға шығып, алғашқы аптада өтіп кетті. Сая инвестордың қарызын қайтарып, пайыздарын төледі, ал оның қолында 400,000 рубль таза пайда қалды. Бұл үлкен жеңіс еді, бірақ ол өзіне бір тиын да жұмсамады. Өзіне дұрыс киімде сатып алмады, жақсы пәтерде жалдамады. Табылған әрбір мыңдық қызына жету үшін ол тұрғызып жатқан қабырғаның бір кірпіші еді. Ол барлық ақшаны қайта айналымға жіберді, даулы пәтерден үлес сатып алды, содан кейін тағы біреуін иеленді. Оның әдістері қатал, жиі заңның қыл үстінде жүретіндей көрінетін. Ол қылмыстық кодекстен еш өткен емес. Ол даулы пәтерлерге өзінің қызметкерлерін бұрын сотталған, ірі денелі адамдарды орналастыратын. Олар өздерінің тек қана қатысумен және мүлдем сабырлы мінездерімен келісімге келмейтін қожайындарды қашытып, өз үлестерін Саяға сутегінге сатуға мәжбүрлейтін. Қатал Сая туралы қауесет жылжымайтын мүліктің көлеңкелі нарығына тез таралды. Проблемалық нысандарды сата алмай басы қатқан риэлторлар құжаттарды оған өздері алып келетін болды. Инвесторлар айналымға ақша беру үшін кезекке тұрды, өйткені оның нысандары әрдайым үлкен маржа келетін. Шынайы бейне және жасырын ақпарат арада 1 жыл өтті. Сая өзінің жаңа қарапайым кеңсесінде отырды. Енді оның қарамағында тұтас штат жұмыс істейтін. Қарыздар бойынша соттарды ұтып алатын заңгерлер, құрылысшылар бригадасы, мүлікті сатып алу жөніндегі агенттер. Оның миллиондаған айналымы болса да, сырт келбеті мүлдем өзгерген жоқ. Дәл баяғы тас түйін түйілген шаш, ешқандай сән-салтанаттың белгісі жоқ, қатал костюмдер және мүлдем жыпылықтамайтын суық көзқарас. Ол ноутбуктен күрделі шифрмен құлыпталған папканы ашты. Онда саяхаттың ондаған фотосуреттері сақталған еді.
Сая Әлия мен баланың соңынан түсу үшін жеке детектив жалдаған болатын. Ол қызының мектепке қалай баратынын, саябақта қалай серуендейтінін, мектептегі ертеңгілікте қалай өнер көрсететінін көріп отырды. Сая бұл суреттерге түнделетіп қарап, жұдырығын сіңірі құрысқанша қатты түйетін. Ол Әлияның қызды ең қымбат брендтермен киіндіретінін көрді. Бірақ басқа нәрсені де байқады. Саяхат Әлиямен бірге түскен фотосуреттерде қыз бала сирек шынайы жымиятын. Әлия баланы өзімен бірге қымбат аксессуар сияқты, өзінің мінсіз ана екендігінің дәлелі ретінде сүйреп жүретін. Бірақ баланың көзінен жиі шаршау мен ширығу сезілетін. Сәл қалды. Кішкентайым менің деп сыбырлады Сая, саусақтармен суық экранды сипап. Жақында мен сені алып кетемін. Кеңсе есігі қағылды. Оның бас заңгері Мақсат есімді жас жігіт кірді. Ол Саяның алдына үстінде елтаңбалық мөрлері бар қалың папканы қойды. Сіз әкеңіздің құрылыс компаниясының активтерін қадағалап отыруды өтінген едіңіз, Сая Болатқызы. Мақсат толқып тұрғандай көрінді. Мен төрелік соттан үзінді көшірмелер алдым. Сая бірден басын көтерді. Не болыпты онда? Банкроттық. Сая бойын тіктеді. Кабинеттегі ауа бір сәтке ауырлап кеткендей болды. Сіздің әпкеңіз Әлия мен оның күйеуі Асқар аса тиімді басқарушылар бола алмаған сияқты, Мақсат мысқылдады. Осыдан 3 жыл бұрын компания активтерін кепілге қойып, валюталық несиелер алған. Элиталық кенттер тұрғызамыз деп ойлаған, бірақ логистика мен мердігерлерді игере алмапты. Мерзімдері өтіп кеткен. Үлескерлер сотқа жүгінді. Әкеңіздің компаниясы жойылу алдында тұр. Бірақ ең қызығы бұл емес, Мақсат папканың келесі бетін аударды. Банктер алдындағы кассалық алшақтықты жауып, үлескерлердің ақшасымен жасалған алаяқтық үшін түрмеге отырмау үшін Әлия барлық жеке мүлкін, соның ішінде орталықтағы дәл сонау 2 қабатты зәулім пәтерді кепілге қойған. Саяның жүрегі бір сәтке тоқтап қалғандай болды. Дәл сонау пәтер, оның балалық шағы өткен үй, саяхатты өсіруі керек болған мекен. Банк олардың пәтерін сауда-саттыққа шығарып жатыр ма? Деп ақырын сұрады Сая. 2 аптадан кейін. Мүлік қамауға алынды. Олар қазірше сонда тұрып жатыр, бірақ заң бойынша сауда-саттық өткеннен кейін тұрғын үйді босатуға міндетті. Аукционның бастапқы бағасы нарықтан 20-ға төмендетілген. Күтпеген сыймен 2 Vector Invest Сая қағаздарға қарады. Осы жылдар бойы ол Әлияның заңгерлер армиясымен соғысуға дайындалып келген еді. Ол соттарда өзінің жағдайы бар екенін дәлелдеуге, қызмен әрбір кездесу үшін алысуға әзірленген. Ал тағдыр оған өз сатқындарының ақымақтығы мен ашкөздігіне оралған сыйлықты дайындап қойыпты. Әлия мен Асқар Сая ұзақ жылдар бойы шығуға тырысқан дәл сонау орға өздері итерді. Олар өздерінің элиталық өмірлерін қарызы бар өлі шаршы метрлерге айналдырды. Ал өлі шаршы метрлермен жұмыс істеуді бұл қалада Саядан артық ешкім білмейтін. Ол папканы баяу жапты. Оның жүзінде осы 1 жыл ішінде алғаш рет өз құрбанының тамағын көрген жыртқыштың нағыз суық күлкісі пайда болды. Мақсат. Саяның даусынан Болаттың үні шықты. Біздің активтерді дайында. Айналымдағы шоттардан қолма-қол ақшаны шығар. Біз бұл сауда-саттыққа барамыз. Мен бұл пәтердің қандай бағамен болса да біздікі болғанын қалаймын. Сіз оны қайта сату үшін сатып алғыңыз келе ме? Мақсат түсінбей қалды. Бұл күрделі нысан. Онда кәмелетке толмаған бала тіркелген. Қамқоршылық органдары оларды оңайшылықпен шығартуға жол бермейді. Бұл соттарға созылып кетеді. Сая үстел арқасынан тұрып терезеге жақындады. Бұл қайта сату үшін емес, Мақсат. Мен ол жерге пәтер үшін бара жатқан жоқпын. Мен өз өмірімді қайтаруға бара жатырмын. Ол қалаға қарады. Сонда бір жерде, зәулім қабырғалардың ішінде Әлия қазір үрей үстінде отырған болар, адвокаттарға қоңырау шалып, ұрланған байлықтың қалдықтарын сақтап қалуға тырысып жатқан шығар. Әлия өзіне белгісіз бір банк қауіп төндіріп тұр деп ойлайды. Ол бұл банктың артында көлеңкеде өзі аязды күні сыртқа лақтырып жіберген дәл сонау Зичка мен үрейдің тұрғанын білмейді. Ойын эндшпильге ауысты.
Сая бірақ мүлдем тасталған ететін соққы беру үшін өз карталарының барлығын үстелге қоюға дайын еді. Банктегі кабинет қымбат терінің, жаңа демделген кофенің және тек өте үлкен ақша айналатын жерде ғана болатын мінсіз тазалықтың иісімен аңқып тұрды. Сая проблемалық активтермен жұмыс істеу бөлімінің бастығына қарама-қарсы терең креслода отырды. Мінсіз тігілген костюм киген ер адам алдында жатқан үзінді көшірмелерді жеңіл таңырқаумен зерттеп жатты. Осы жыл ішінде алғаш рет Сая бәрінен үнемдеу ережесін өзгертті. Оның үстінде арнайы тапсырыспен тігілген, графит түсті қатал шалбарлы костюм мен қымбат итальяндық туфли бар еді. Бұрын әрдайым тас түйін түйіліп жүретін шашы енді жинақы, талғампаз шаш үлгісімен реттелген. Ол енді бұрынғы тұтқынға немесе қала шетіндегі қара жұмысшыға мүлдем ұқсамайтын. Банкирдің алдында шоттары өзі үшін сөйлеп тұрған суыққанды бизнес ханым отырды. Сая Болатқызы уақытынан бұрын туыстарының назарын аудармау үшін атын өзгерткеннен кейін мүлдем заңды түрде алған. Жаңа паспортында енді осылай жазылған еді. Сіздің ұсынысыңыз стандартты емес. Әдетте біз электронды сауда-саттықты күтеміз. Бұл хаттама. Хаттама сіздер үшін уақытты жоғалту, ал уақыт бұл шығын деп Сая сезімсіз, бір қалыпты дауыспен жауап берді. Ол саусақтарын айқастырып сәл алға еңгейді. Пәтерде кәмелетке толмаған бала тіркелген. Егер борышкер соттасуды шешсе, қамқоршылық органдарын тартса, процесс жылдарға созылады. Сауда-саттық жарамсыз деп танылуы мүмкін. Сіздерге қатып қалған актив қалады. Мен сіздерге цессия шартын ұсынамын. Мен банктен бұл адамдардың компаниясының қарызын толық көлемде дәл қазір қолма-қол және қолма-қол ақшасыз аударыммен сатып аламын. Сіздер бүгін баланстағы тесікті жабасыздар. Ал үйден шығару мен соттармен айналысатын лас жұмыс тек менің мәселем болады. Банкир иегін сипады. Ұсыныс өте тартымды еді. Өлі шаршы метрлер нарығында талап ету құқықтарын басқаға беру мәмілелері үйреншікті жағдай болатын. Бірақ банкротқа ұшыраған құрылыс салушылардың миллиондаған қарызын мұндай қорқынышты жеңілдікпен сатып алатындар сирек кезетін. Оларды көшеге өзіңіз шығаруға мәжбүр болатыныңызды түсінесіз бе? Деп сұрады ол қағаздарға қол қоя жатып. Сая әрең байқалатын жымиыспен жауап берді. Ол жымиыс сондай суық шықты, банкир еріксіз көзін тайдырып әкетті. Мұны қаншалықты түсінетінімді сіз тіпті елестете де алмайсыз. Заңды күшпен ескі естеліктер банктың шыны есіктерінен шыққан. Сая өзін мақсат күтіп тұрған қарапайым седанның артқы орындығына отырды. Заңгер оның қолынан ауыр елтаңбалық мөр басылған папканы үнсіз қабылдап алды. Енді әкесінің құрылыс компаниясының қарызы, сонымен бірге қала орталығындағы 2 қабатты пентхаустың кепілдік құжаты да оған тиесілі. Әрі қарай не істейміз? Деп сұрады мақсат қозғалтқышты оталдырып. Борышкерлерге хабарлама жібереміз бе? Ешқандай хат, қоқыс жәшігіне лақтырып тастауға болатын ешқандай хабарлама болмайды деп кесті Сая терезеден өтіп жатқан витриналарға қарап. Ертең ол жерге өзіміз жеке барамыз. Атқарушылық парақты дайында және Бауман көшесіндегі нысанда бірге жұмыс істеген сот орындаушылармен байланыс орнат. Маған форма киген, әйелдердің байбаламына мән бермейтін ең қатал жігіттер керек. Шабуыл алдындағы кешті Сая өзінің қарапайым кеңсесінде өткізді. Ол ұйықтай алмады. Ішінде түрме камерасында ұзақ 7 жыл бойы, сосын өз қолымен тазалаған, зәр мен арақтың иісі сіңген лас притондарда тағы 1 жыл бойы қысылып келген Алпболат серіппе тартылып жатқандайы. Ертең ол өзін қолдарына кісен салып алып кеткен үйдің табалдырығын аттайды. Әрбір шаршы метр әкесінің ақшасына сатып алынған үй. Қызы тұрып жатқан үй. Ол сейфтен детектив жинаған конвертті суырды. Онда тек саяхаттың фотосуреттері ғана емес, сонымен қатар Әлия мен Асқардың қаржылық есептерінің көшірмелері де жатқан еді. Олар тек қағаз жүзінде ғана банкрот емес еді. Әкесі миллиондарды сәнді өмірдің елесін сақтап тұру үшін шашқан. Мальдив аралдары, гауһар тастар, жабық кештер. Асқар болса қосалқы мердігерлер компанияны бөлшектеп жатқанда қағаздарға қарамай қол қоя берген түкке тұрғысыз басқарушы болып шықты. Олар қабырғасы сөгіліп жатқан шыны қамалдың ішінде өмір сүрді. Тек шағылған шынының дыбысын әлі естімеген еді.
Таң қаланы қорғасын түсті бұлттармен және майда шаншыған жаңбырмен қарсы алды. Сая элиталық тұрғын үй кешенінің соғылған темір қақпасының алдында тұрды. Бұл баяғыда өзі күзетшілерден көзін тайдырып өтетін дәл сонау кешен еді. Қазір күзетші будкасынан өзі шығып, Саяның қасындағы сот орындаушыларының куәліктерін зерттеп, қақпаны ашып берді. Олар үшеу еді. Форма киген, тас мүсіндей жүздері бар ірі денелі, иықты ер адамдар. Олармен бірге қолында ауыр құрал саймандар жәшігі бар слесарь келе жатты. Жеделсаты оларды үнсіз ең соңғы қабатқа көтерді. Венециялық сылақпен өңделген кең баспалдақ алаңы. Тұтқасы алтынмен апталған ауыр емен есік. Сая сот орындаушысына басын изеді. Ол қоңырау батырмасын басып бірнеше секунд бойы жібермей тұрды. Есік артынан қадамдар естілді. Құлып сырт етті. Табалдырықта Асқар тұрды. Үстінде жібек халат, шашы қобыраған, жүзі кеше тым көп қымбат виски ішкен адамдай сіңген. Форма киген адамдарды көргенде оның түсі қашып, еріксіз кейін шегінді. Сіздер кімсіздер? Не керек? Оның дауысы дірілдеп шықты. Бұл Саяның кеш байқаған дәл сонау қорқақтығының белгісі еді. Сот орындаушысы алға қадам басып, Асқарды кең холдың ішіне қарай ысырып жіберді. Сот орындаушылары қызметі. Кепілдік мүлікті өндіріп алу фактісі бойынша атқарушылық өндіріс. Пәтер кредитордың меншігіне өтті. Тұрғын үйді босатуға міндеттісіздер. Қандай кредитордың? Қонақ бөлмеден Әлия атып шықты. Үстінде бояуы жоқ, жүзін ыза кернеген. Сауда-саттық тек бір аптадан кейін ғой. Менің адвокаттарым апелляция берді. Менің үйіме басып кіруге құқықтарыңыз жоқ. Мен қазір қоңырау шаламын. Сөз оның тамағына кептеліп қалды. Сот орындаушыларының артынан баяу, нық қадамдармен Сая шықты. Ол холдың ортасына тоқтап, мәрмәр едендерге, хрусталь люстраға, қабырғадағы қымбат суреттерге көз тастады. Бәрі дәл 7 жыл бұрынғыдай. Тек ауа өзгерген. Кімге қоңырау шаласың, Әлия? Деп ақырын сұрады Сая. Оның даусында айқайда, ыза да жоқ еді, тек мүлде мұздатып жіберетін суықтық қана бар еді. Әлияның көздері қорқыныштан үлкейіп кетті. Ол болып жатқан жағдайға сенгісі келмей, көзқарасын бір сот орындаушыларына, бір Саяға бағыттады. Асқар арқасын қабырғаға тіреп жұтынып қойды. Сен? Деп демін ішіне тартты Әлия, кейін шегініп. Сен бұл жерге қалай тап болдың? Жоғал бұл жерден. Асқар, полиция шақыр. Бұл қылмыскер біздің үйге басып кірді. Мен бұл жерде жаңа қожайынның заңды өкілімін. Сая папкадан цессия шарты мен меншік құқығының ауысқаны туралы куәлікті сиқыршыдай суырып алып, шыны үстелдің үстіне тастады. Сенің қарызың сатып алынды, сауда-саттық болмайды. Банк кепілдік құжатын менің компанияма сатты. Бұл пәтер, қабырғалары, едені, төбесі және тіпті сен қазір ұстап тұрған есік тұтқалары да менікі. Асқар үстелге ұмтылып, дірілдеген қолдармен қағаздарды алды. Оның көздері сомалар мен мөрлерді оқып, жолдармен жүгіріп өтті. Әлия, деп қарлықты ол, әйеліне зәресі ұшқан көзқараспен қарап. Бұл рас. Мұнда рас реестрдің мөрі тұр. Қарыз Vector Invest жісіне берілген. Vector Invest бұл менмін. Сая әпкесіне қарай бір қадам басты. Сендер әкенің ақшасына әдемі өмір ойынымен сондай қатты айналысып кеттіңдер, тіпті түпке қалай батқандарыңды да байқамай қалдыңдар. Сендер банкротсыңдар. Үлескерлердің арызы бойынша үстеріңнен қылмыстық іс қозғалды, ал енді сендер қаңғыбассыңдар. Сенің батылың бармайды. Деп шыңғырды Әлия, өзінің сыртқы мәдениетінің қалдықтарын жоғалтып. Бұл жерде саяхат тіркелген, бала. Қамқоршылық органдары сені тас-талқан етеді. Ешбір сот баланы көшеге шығармайды. Сая дәл осы уәжді күткен еді. Ол сәл артта тұрған мақсатқа қарады. Заңгер құжаттардың екінші пакетін суырды. Азаматтық кодекстің 292 бабына сәйкес, тұрғын үйге немесе пәтерге меншік құқығының басқа тұлғаға ауысуы бұрынғы меншік иесінің отбасы мүшелерінің тұрғын үй жайды пайдалану құқығының тоқтатылуына негіз болып табылады деп мақсат бір қалыпты дауыспен оқи бастады.
Бірақ біз кәмелетке толмаған баланың факторын ескердік. Кеше-кешке біз қамқоршылық және қорғаншылық органдарына, сондай-ақ прокуратураға шұғыл арыз түсірдік. Сая Әлияға тым жақын келді. Ол әпкесінен ұзынырақ еді, сондықтан қазір оған жоғарыдан төмен қарай қарап тұрды. Тура 7 жыл бұрын түрме ауруханасында Әлияның оған қарағаны сияқты. Мен арызға қорғаншылардың экономикалық қылмыстар үшін тергеуде жатқанын, жалғыз баспанасынан айырылғанын және баланы асырауға қауқарсыз екенін дәлелдейтін айғақтарды тіркедім. Қамқоршылық органдары бәрінен хабардар. Әлия олар бізбен бірге инспекторды да жіберді. Әлия кіре беріс есіктің қасында қарапайым ғана киініп, үнсіз тұрған қатал костюмдегі әйелді енді ғана байқады. Бұл баяғыда Әлия сатып алып, аузын жапқан инспектор емес еді. Бұл қалалық басқармадан келген, өз ісіне берілген жаңа шенеунік болатын. Мақсат оның бұл жерде болуын темірдей заңдық тұрғыдан қамтамасыз еткен еді. Кенет дәліздің түкпірінен есіктің шиқылы естілді. Сая селт ете қалды. Осыған дейін бір қалыпты әрі суық соғып тұрған оның жүрегі бірден жиілеп кеудесін жарып жіберердей тулады. Қолға саяхат шықты. Үстінде қонжықтары бар жібек пижамасы. Ол ұйқылы ояу көздерін уқалап, форма киген бейтаныс адамдардың көптігінен шошына қарап тұрды. «Анашым», деді кішкентай қыз Әлияға қарап жіңішке дауыспен. «Ал мына ағалар кім?» Сая тырнақтарының алақанына қаншық-қанша батып кеткенін сезді. Денесінің әрбір жасушасы балаға қарай ұмтылуды, оны құшағына қысып, мына жерден алып кетуді сұрап, шыңғырып жатқандай еді. Бірақ ол өлі шаршы метрлердің заңын жақсы білетін. Бір қате қимыл, сезімге бой алдыру, бәрін жоғалтумен тең. Ол саяхаттың айқай-шу мен агрессияны көруіне жол бере алмайтын. Ол бала үшін зұлым тәте емес, мына қирап жатқан әлемдегі жалғыз қауіпсіз аралға айналуы тиіс еді. Әлия қызды өз денесімен тасаламақ болып алға ұмтылды. Оған тиіспе, оңбаған деп ысылдады әпкесі. Саяхат бөлмеңе бар. Бірақ Сая Әлияны байсалды түрде айналып өтті. Ол қымбат мәрмәр еденнің үстіне, дәл қыздың көз деңгейіне келіп, бір тізелеп отырды. Сот орындаушылары көрінбейтін бұйрық алғандай айналаға тыныштық ұялатып бір қадам кейін шегінді. Саяхат мектеп қасында көрген әйелді танып сәл бүрісіп қалды. Көзінен тағы да қорқыныш ұшқыны жылт етті. Сәлем, Саяның дауысы күтпеген жерден өте жұмсақ шықты. Онда Болаттың суық үнінен ештеңе қалмаған еді. Сен мені таныдың ба? Қыз бала Әлияның халатының шетіне жабысқан күйі сенімсіз ғана бас изеді. Қорықпа, Сая баланың жеке шекарасына құрметпен қарап, қолын созған жоқ. Мына форма киген ағалар ешкімге зиян тигізбейді. Олар бұл үйді қорғау үшін келді. Неге екенін білесің бе? Саяхат көзін Саяның жүзінен алмай, басын шайқады. Өйткені енді бұл менің үйім, мен бұл жерге тәртіп орнату үшін келдім. Сенің. Сая келесі сөздерді бір қалыпты айту үшін өзін зорға ұстады. Сенің қорғаншыларың көп қателік жіберді. Олар бұл үйден айырылды, бірақ сені ешкім қуып шықпайды. Бұл сенің бөлмең, ол сенікі болып қала береді. Сіз бізді түрмеге алып кетесіз бе? Деп сыбырлады көзіне жас алған кішкентай қыз. Әлия анам сізді түрмеден шыққан ұры деді. Бұл сұмдық ауыр соққы еді, бірақ Сая сыр бермеді. Ол көзін Әлияға қадады. Саяның жанарында сондай бір ыза мен қаһар оты жанып тұрды, әпкесі еріксіз кейін шегініп, кілемнің шетіне шалынып қала жаздады. Мен ешқашан өзгенің затын алған емеспін, Саяхат деді, Сая баланың көзіне тік қарап, нық дауыспен. Ал түрмеге тек жаман адамдар ғана отырмайды. Кейде ол жерге жақындары сатып кеткен жандар да түседі. Бірақ мен күштімін, мен өзіме заңды түрде тиесілі нәрсені алу үшін қайтып келдім. Сая орнынан тұрды. Ол қамқоршылық инспекторына бұрылды. Қорғаншылардың тұрмыстық жағдайын тіркеңіз. Олар бұл үйді пайдалану құқығынан айырылды. Заттарын қазір сот орындаушыларының бақылауымен жинап алса болады. Сіздің баланы алып кетуге құқығыңыз жоқ. Деп айқайлады Асқар кенеттен батылданып. Сіз жат адамсыз. Құжат бойынша ол біздікі. Құжат бойынша дейсің бе?
Сая Асқарға тым жақын келгені сондай, ол қабырғаға жабысып қалды. Сен аса ірі көлемдегі алаяқтықтың сыбайлассың. Егер қазір аузыңды жауып, чемодандарыңды жинамасаң, сендер тақырға отырғызған үлескерлер үшін ең мықты адвокаттарды өз қалтамнан жалдаймын. Сонда сен де мен қайтып келген дәл сонау жерге барасың. Маған сен, Асқар, сенің мына нәзік түрің мен қорқоқ мінезіңмен ол жерде бір айда шыдай алмайсың. Асқар тесілген шар тәрізді бірден басылып қалды. Ол көзін тайдырып, бүкірейген күйі жатын бөлмеге қарай жылжыды. Сатқын әрдайым қорқақ болып қалады. Әлия холдың ортасында ауыр тыныс алып тұрды. Ол жеңілгенін түсінді. Оның мінсіз, жылтыр әлемі кіші сіңлісі айналған аяусыз асфальт төсегіш машинаның астында қалып, тасталған болды. Сіздерге 2 сағат уақыт беріледі, деп қатты хабарлады сот орындаушысы. Тек жеке заттар мен құжаттарды ғана жинайсыздар. Жиһаздар мен техника қарыз үшін хаттамаға алынды. Сая үлкен панорамалық терезенің қасына барды. Ол қалаға жоғарыдан көз тастап тұрды. Оның артында үлкен қарбалас басталды. Әлияның айқайы, Асқардың ыңырсыған дауысы, суырылған жәшіктердің гүрсілі. Қамқоршылық инспекторы саяхатқа ақырын ғана басу айтып, қыз бала өз ата-анасы деп санаған жандардың қорланғанын көрмесін деп ас үйге алып кетті. Осыдан 1 жыл бұрын вокзал маңындағы лас әжетханада Сая іске қосқан механизм мінсіз жұмыс істеп тұрды. Ол бұл үйді қала шетіндегі притондарды тазалағандай, заң аясында қатал түрде ластықтан тазартты. Бірақ ол мұның тек бастамасы екенін білетін. Сатқынды пәтерден қуып шығу оңай еді. Заң ғылымы бұл математика. Ал 7 жасар қыздың санасынан өтірікті өшіру, оны өз туған анасынан қорықпауға үйрету, Әлия осы жылдар бойы баланың жүрегіне мұз қылып қатырған тоңды жібіту, бұл үшін темір ломда, сот орындаушылары да көмектесе алмайды. Сая терезеге ұрылған жаңбыр дыбысын тыңдап көзін жұмды. Ол өзінің қабырғаларын қайтарып алды. Енді оған өз қызының жанын қайтару керек еді. Дәл осы үшін ол өміріндегі ең күрделі құрылысты ең нөлдік циклден бастауға дайын еді. Тас үстіне тас қалап қираған махаббатты қайта тұрғызбақ. Дизайнерлік чемодандардың пластик дөңгелектерінің венециялық мәрмәр үстіндегі ауыр тықылы пентхаустың биік төбелерінде жаңғырып тұрды. Әлия тағынан айырылған патшайым сияқты емес, бұрышқа қысылған тышқан сияқты кетіп бара жатты. Оның қымбат заттары сөмкелерге бейберекет тығылған. Брендтік пальтосы қисық киілген, ал жүзінде өзі мақтан тұтатын баяғы тәкаппарлықтың ізі де қалмаған. Асқар ауыр сөмкелердің астында бүкірейіп, Сая жаққа қарамауға тырысып соңынан ілесті. Кіреберіс есіктің қасында Әлия тоқтады. Ол баяу бұрылып, сіңілісіне ішінде таза, еш қоспасыз жек көрушілік тасып тұрған көзқараспен қарады. Сен мына бетонға қақалып өлесің деп ысылдады ол тістеніп. Ақша сені ана қылады деп ойлайсың ба? Саяхат сені жек көреді. Ол сенің жүзіңе қараған сайын бізді көшеге лақтырып жібергеніңді есіне алатын болады. Сен ол үшін мәңгілік құбыжық болып қаласың. Кет, Әлия, деп жауап берді Сая даусын көтермей, сабырлы күйі. Әлі анамның әулеттік әшекейлерінің қайда кеткенін сұрап, есіне түсірмей тұрғанда тезірек тайып тұр. Есік тарс жабылып құлып сырт етті. Сая үлкен холдың ортасында жалғыз тұрды. Пәтерге орнаған тыныштық қолмен ұстағандай сезілді. Сот орындаушылары өз жұмыстарын аяқтап, жедел сатымен төмен түсіп кеткен еді. Қонақ бөлмеде тек мақсат қамқоршылық инспекторы және үлкен былғары диванның бұрышына тығылған кішкентай қыз ғана қалды. Инспекторы шаршаңқы көздері бар, қатал әйел қолындағы папкасын ұстап Саяға жақындады. Сая Болатқызы, мен сіздің арызыңызды зерттедім. Қорғаншылар шынымен де өздерін заң алдында масқаралады. Олардың қаржылық жағдайы мен қылмыстық іс бойынша күдікті мәртебесі қорғаншылық міндеттерін атқаруға мүмкіндік бермейді, бірақ сіз процедураны түсінуіңіз керек. Сая көзін саяхатқа аударды. Қыз бала тізелерін құшақтап еденге қарап отыр еді. Мен сізді тыңдап тұрмын, Марина Юрьевна. Сіз биологиялық анасыз, бірақ сіз жазаңызды өтеп жатқанда ата-ана құқығыңыз шектелген, ал қорғаншылық әпкеңізге берілген.
Енді бұл сіздің пәтеріңіз болса да, баланы бұл жерде заңсыз қалдыра алмайсыз. Заң бойынша сот сіздің құқықтарыңызды қалпына келтіру туралы шешім шығарғанға дейін, қыз бала кәмелетке толмағандарға арналған әлеуметтік оңалту орталығына орналастырылуы тиіс. Бұл уақытша мекеме. Саяның жүрегі сондай қатты қысылды, бір сәтке көзі қарауытып кеткендей болды. Балалар үйі, мейлі ол уақытша болсын, мейлі аты әдемі орталық болсын, бәрібір мемлекеттік қатал жүйе. Ол бұл жүйенің адамдарға не істейтінін жақсы білетін. Өз қызым бірнеше аптаға болса да, сондай жерге беру сатқындық сияқты көрінді, бірақ түрме оны ең басты ережеге үйреткен еді. Жүйені күшпен сындыруға тырыссаң, жүйе сенің өзіңді сындырып тынады. Жүйені оның өз ережелерімен жеңу керек. Егер ол қазір айқай шығарып, балаға жабысса, инспектор полиция шақырады, және бұл оның бейадекватты мінез құлқы ретінде тіркеледі. Онда ол сотты ешқашан ұта алмайды. Мен түсінемін, Саяның дауысы болаттан да қатты шықты. Сотқа қандай құжаттар керек? Сіздің материалдық жағдайыңыздың барынша толық дәлелі. Табыс туралы анықтамалар, мінездемелер, мына баспананы тексеру актісі, баламен қарым-қатынасыңыздың психологиялық сараптамасы. Сіздің заңгерлеріңіз мықты екен, олар бәрін біледі. Сая баяу диванға жақындады. Саяхатты шошытып алмас үшін қасына отырған жоқ. Тек 1 метрдей жерде оның алдына жүрелей отырды. Саяхат деп ақырын шақырды ол. Қыз бала селт етіп жылаған көздерін көтерді. Мені мұқият тыңдашы. Қазір сен мына тәтемен бірге барасың. Бұл тура жазғы лагерь сияқты. Ол жерде басқа да балалар болады, ол қауіпсіз жер. Сіз мені қуып жатырсыз ба? Баланың еріндері дірілдеп кетті. Өйткені мен жаманмын ба? Жоқ, Сая ішіндегі жасты зорға тиіп алға қарай ұмтылды, бірақ өзін дер уақытында тоқтатты. Сені ешкім қуып жатқан жоқ. Бұл үлкендердің ақымақ ережелері. Маған сенің осы жерде тұруың үшін өте көп қағаз жинау керек. Бұл көп уақыт алмайды. Мен саған уәде беремін, Саяхат. Өз өміріммен ант етемін. Мен сені алып кетемін. Енді ешкім бізді ешқашан айыра алмайды. Саяхат ештеңе жауап берген жоқ. Ол үнсіз өзінің кішкентай қызғылт рюкзагын алып, инспекторға бағынышты түрде жақындап, оның қолынан ұстады. Олар есіктен шығып бара жатқанда, қыз бала артына бұрылып қарады. Оның жанарында сенім жоқ еді. Онда тек әлемі күл-талқан болған баланың терең, үлкендерше мұңайған қасіреті ғана бар еді. Есік қайтадан жабылды. Сая бұрылып, пәтердің ішімен жүрді. Ол бөлмелерді аралап, барлық терезелерді айқара ашты. Күздің суық желі пентхаусқа лап қойып, үстел үстіндегі қағаздарды ұшырып, ауыр перделерді қозғады. Пәтер Әлияның иісіне, оның қымбат әтірлеріне, хош иісті шамдарына, оның жалған өміріне тұнып тұрған еді. Мақсат Сая әпкесінің жатын бөлмесінің ортасында тоқтап, жібек төсек орынға жиіркене қарады. Демонтаж жасаушылар бригадасын шақыр. Есік алдында тұрған заңгер таңырқай қасын көтерді. Мына жерді ме? Бұл жердің жөндеуі ондаған миллион тұрады ғой. Бұл жерде ластық бар, Мақсат. Бәрін қират, түсқағаздарды сыпыр, паркетті түзет, аралық қабырғаларды құлат, олардың барлық жиһаздарын қоқысқа таста. Мен жалаңаш бетонды көргім келеді. Біз бұл үйді таза парақтан қайта тұрғызамыз. Мақсат планшетіне бірдеңе түртіп алып, бас изеді. Түсінікті. Және тағы бір нәрсе, Сая Болат қызы. Атана құқығын қалпына келтіру соты, бұл тек уақыт емес, бұл орасан зор ақша. Қамқоршылық органдары әрбір өтірге жабысатын болады. Бізге отбасылық құқық бойынша ең үздік адвокаттар, тәуелсіз сараптамалар керек. Плюс Әлия бізге кедергі жасау үшін біреуді жалдайтыны анық. Бізге шұғыл шоттарда қомақты қолма-қол ақша қажет. Сая терезеге жақындап, жүзін суық желге төседі. Қызының көзінше әрең ұстап тұрған жастары ақыры бетімен төмен қарай домалады, бірақ жел оларды лезде кептіріп жіберді. Әлсіздік аяқталды. 2 майданда соғыс басталды. Бізде ірі нысандардан не бар? Деп сұрады ол артына бұрылмай. Бір актив бар, бірақ мен оны сізге ұсынғым келмеп еді, Мақсат кібіртіктеді.
Бұл жай ғана маргиналдар немесе нашақорлар емес. Бұл маңызды қылмыс әлемі. Сая баяу бұрылды. Оның көзінде қайтадан дәл сонау жыпылықтамайтын жыртқыш ұшқын пайда болды. Айта бер. Петроград жағындағы тарихи орталықта орналасқан үй. Революцияға дейінгі құрылыс. Пәтер 250 шаршы метр, коммуналдық мәртебеде, 8 бөлмелі. Соңғы 2 жылда оның 6 бөлмесін Артур Борзов есімді біреу сатып алған. Бұрынғы тұрғындарды қара риэлторлардың классикалық әдістерімен қуып шыққан. Түрмеден шыққандарды қоныстандырған, су бастырған, сымдарды қиған. Борзов ұсақ түйек адам емес, оның өз ұйымдасқан қылмыстық тобы, ОПГ, полицияда байланыстары, өз нотариустары бар. Қалған 2 бөлмеде кім бар? Онда қарттар тұрады. Бұрынғы архитектура профессор мен оның әйелі. Олар өз бөлмелерін Борзовқа тиын-тебенге сатудан үзілді-кесілді бас тартып отыр. Борзов олардың өмірін тозаққа айналдырды. Әжетхананың есігін жұлып алып, ас үйдегі газ плитасын шешіп тастаған. Түнде оның адамдары дәлізде төбет иттермен ішімдік ішіп шу шығарады. Қарттар әбден қажыған. Олар мына метрлерін кімге болса да сатып тек кеткісі келеді. Бірақ қалада бұл үлесті ешкім сатып алмайды. Бәрі де Борзовтың жаңа қожайынның өмірін тозаққа айналдыратынын біледі. Бөлмелер шынайы құнынан жетпіс жеңілдікпен сатылып жатыр. Егер оларды сатып алып, кейін Борзовты өз 6 бөлмесін сатуға мәжбүрлесек, пәтер толығымен 100 миллионға кетеді. Сатып аламыз, деп қысқа қайырды Сая. Сіз түсінбедіңіз, Сая Болатқызы, Борзов көзсіз кеткен біреу. Ол физикалық түрде көзіңді жоюы да мүмкін. Мақсат Сая заңгерге жақындап, оның көзіне тік қадалды. Мен күйеуін ас үй балтасымен бөлшектеп тастаған әйелмен бір нар үстінде ұйықтағамын. Мен нағыз қорқыныштың иісі қандай болатынын білемін. Ал мына кәсіби көршілер жай ғана өліксе жейтін құмайлар. Олар әлсіз қарттарды шошытуға үйренген. Мәмілені үлестің толық нарықтық құны бойынша рәсімде. Профессорды ренжіткім келмейді. Және ауыр артиллерияны дайында. Біз нысанға бүрсігүні кіреміз. Уақытша ұстау орталығы қаланың шетінде орналасқан, биік қоршаумен қоршалған кәдімгі кірпіш ғимарат еді. Бұл жерден елдегі барлық мемлекеттік мекемелер сияқты хлордың, езілген қырыққабаттың және шарасыздықтың иісі аңқитын. Сая кездесу сағаттарында келді. Ол өзінің қымбат іскерлік костюмін шешіп, бейтарап сарғыш түсті жұмсақ кашемир жемпір мен қарапайым джинсы киген еді. Қолында кішкентай қағаз пакет бар. Саяхатты ойын бөлмесіне алып шықты. Қыз бала тозып кеткендей көрінді. Көзінің астына қара көлеңке түскен. Саяны көргенде, ол ішке кіруге батпай, есік алдында тоқтап қалды. Сая баланың көз деңгейінен төмен түсу үшін аласа үстелдің қасындағы кішкентай балалар отыратын орындыққа отырды. Сәлем, деді ол. Мұнда тамағы қалай екен? Қалыпты, деп міңгірледі Саяхат есік алдында тұрған күйі. Сая оны шақыруға немесе құшақтауға тырысқан жоқ. Ол жай ғана пакеттен қалың қағазы бар үлкен кәсіби скетчбук пен 120 түсті қымбат көркемдік маркерлер қорабын шығарды. Оларды үстелдің шетіне қойды. Сенің сурет салудан 5 алғаныңды білемін. Мұнда ішім пысқан шығар деп ойладым. Бұл нағыз суретшілерге арналған маркерлер. Саяхат қорапқа сенімсіздікпен қарады. Балалық әуестік Әлия ұялатқан қорқынышпен күресе бастады. Қыз бала бір абайлап қадам басты, сосын екіншісін жасады. Ол үстелге жақындады, бірақ маркерлерді ұстаған жоқ. Ал Әлия анам келеме? Деп ақырын сұрады ол. Сая ішіндегі барлық нәрсенің түйіліп қалғанын сезді. Ол шындықты айталар еді, Әлияның қазір арзан жалдамалы пәтерлерді жағалап, бәрін қарғап жүргенін, және оның әдемі аксессуар болудан қалған балаға поғы жоқ екенін жеткізе алар еді. Бірақ Сая ешқашан баланы қару ретінде пайдаланбас еді. Әлияның қазір жұмыстары өте көп, мәселелері бар, деп жұмсақ жауап берді Сая. Сондықтан мен сені үйге алып кеткенше, күн сайын саған мен келіп тұрамын. Саяхат қолын созып маркерлердің тегіс картон қорабын ұстап көрді. Неге сіз біздің үйді тартып алдыңыз? Өйткені ол менің үйім еді. Саяхат, менің және сенің атаңның үйі.
Оны баяғыда менен жаман адамдар тартып алған. Мен жай ғана өзімдікін қайтардым. Сен өскенде түсінесің, кейде әділеттілік үшін күресу керегенін. Сая орнынан тұрды. Ол қазір балаға артық салмақ салуға болмайтынын түсінді. Сурет сал. Ертең мен саған жақсы көретін кәмпиттеріңді әкелемін. Қандай түрін жақсы көруші едің? Марципан қосылған деп өте ақырын жауап берді қыз бала маркерлер қорабын ашып жатып. Мінсіз түсті градиенттерді көргенде оның көздері қуаныштан үлкейіп кетті. Келістік. Сая әрең жымиып ойын бөлмесінен шықты. Дәлізде ол суық қабырғаға сүйеніп көзін жұмды, қолының дірілін басуға тырысты. Алғашқы кішкентай көпір салынды, бірақ алда әлі тұтас бір тұңғиық тұр еді. Петроград жағындағы ерте таң өте суық болды. Ескі Петербургтік үйлерден сыз бен тарихтың иісі шығып тұрды. Сая өз командасын күтіп кіре берістің ауыр емен есігінің алдында тұрды. Үйге қарай ескірген шағын автобус келіп тоқтады. Одан 6 адам шықты. Екі әйелді Рита мен Светаны Сая зонадан білетін. Олар өмір көрген, ештеңеден де, Құдайдан да қорықпатын қатал әйелдер еді. 4 ер адам Саяның демонтаж жасаушылар бригадасынан болатын. Сұр тастан қашалғандай жүздері бар қабаған еркектер перфораторлармен, шой балғалармен және ломдармен қаруланған. Қатал кіреміз деп нұсқау берді Сая, олар 3-ші қабатқа кең, лас баспалдақпен көтеріліп бара жатқанда. Борзовтың адамдарымен ешқандай физикалық байланыс, ешқандай төбелес болмайды. Біз тек заң аясында әрекет етеміз, бірақ олардың бұл жерде тұруын төзгісіз етеміз. Профессор берген кілт коммуналық пәтердің құлыбында жұмсақ бұрылды. Сая есікті итеріп қалды. Іштен жуынбаған денелер мен арзан темекінің ауыр сасық иісі шықты. Пәтердің түкпіріне қарай кететін ұзын дәліз ескі жиһаздарға, велосипедтерге, қандай да бір қораптарға толы еді. Қабырғаларда былапыт сөздер жазылған. Жақын маңдағы бөлмеден спорттық костюм киген, шашы алынған ірі, денелі біреу шықты. Ол жалқаулана ішін қасып Саяның делегациясына таңырқай қарады. Опа, құрылысшылар, бұл жерде не жоғалттыңдар? Деп қорылдады ол жолды бөгеп. Профессор өлмей тұрып жөндеу жүргізбекші болған ба? Сая алға қадам басты. Оның көзқарасы дәудің мұрнының үстіне қадалды. Профессор бұл жерде енді тұрмайды. Мен 2 бөлменің жаңа қожайынымын, өз меншігіме күрделі жөндеу жүргізуге келдім. Жолды босат. Дәу алтын тісін көрсетіп ыржиды. Тыңда, тәте, сен мекенжайдан қателестің. Бұл жер Артур Сергеевичтің иелігі. Ойыншықтарыңды жинада, менің жақсылығымда тайып тұр, әйтпесе баспанадан құлау ауыр болады. Сая 1 миллиметрде шегінген жоқ. Света, Рита деп бұйырды ол көзін дәуден алмай. Полиция нарядын шақырыңдар. 42-ның 330 бабы өз бетінше билік ету. Және 119 бап денсаулыққа ауыр зиян келтіру қатері. Телефондарыңның камераларын қосыңдар. Әйелдер лезде смартфондарын шығарып, объективтерін бандиттің бетіне тікелей бағыттады. Дәу мұндай бұрылысты күтпегендіктен ширығып қалды. Дәл осы сәтте дәліздің түкпіріндегі бөлмеден Борзовтың өзі баяу басып шықты. Бұл қымбат костюм киген, 40 жастардағы ширақ адам еді. Оның костюмі мына коммуналдық пәтердің қираған сиқымен мүлдем үйлеспейтін. Оның суық, сулы көздері Саяны тіміскілей қарады. Телефонды алып таста, деді Борзов Светаға, бірақ ол қозғалғанда жоқ. Борзов мысқылдап Саяға қарады. Қандай батыл әйел? Үлесті сатып алдың ба? Өзіңді бәрінен ақылдымын деп ойлайсың ба? Мен мұндай инвесторлардың талайын осы жерде ұсақтап жібергенмін. Менен бөлмелерімді 2 есе қымбат бағаға сатып аласың ба, әлде тозақта өмір сүресің бе? Менің мына жерде дәл сенің төсегіңнің үстінен қайнаған су құбыры жарылып кетуі мүмкін. Және ескі сымдар жиі тұйықталады. Өртеніп кетуі мүмкін. Сая пальтосын баяу шешіп дәліздегі ескі киім ілгішке ұқыпты ілді де Борзовқа бұрылды. Артур Сергеевич, оның дауысы метроном сияқты бір қалыпты шықты. Сіз мені өзіңіз қорқытып үйренген интеллигенттермен шатастырып тұрсыз. Мен сіздің құбырыңыз жарылмайтынын, ал сымдарыңыз тұйықталмайтынын білемін.
өйткені осы минуттан бастап менің бөлмелеріме тәулік бойы бейне бақылау. Егер менің аумағыма сіздің бәтеңкеңізден бір шаң тозаңы түсетін болса, мүлікті қасақана жойғаныңыз үшін сіздің қамалуыңызды жеке өзім қадағалаймын. Ол өз жұмысшыларына бұрылды. Бастаймыз. Тұрғындардың тыныштығын сақтау туралы қаулыға сәйкес, біз шулы жұмыстарды таңғы 9:00-ден кешкі 19:00-ге дейін жүргізуге құқылымыз. Қазір сағат 9:15. Сұқағаз бен сылақты кірпішке дейін сыпырыңдар. Еденді лактарға дейін алып тастаңдар. Мен мына қабырғалардың дірілдегенін қалаймын. Жігіттер бір уақытта 3 ауыр өндірістік перфораторды қосты. Құлақ тұндыратын, тіс қақсататын гүрсіл дәліздің тар кеңістігін толтырып жіберді. Шаң лезде ауаға ақ бұлт болып көтерілді. Борзов жиіркеніп құлағын қолымен жауып, бірдеңе деп айқайлауға тырысты, бірақ дыбыс құрылыс техникасының гүріліне батып кетті. Сая қолын кеудесіне айқастырып, мына құрылыс тозағының ортасында тұрды. Шаң оның қара шашына және қымбат пиджагіне қонып жатты, бірақ ол тіпті жыпылықтаған да жоқ. Ол тікелей Борзовтың сулы көздеріне қарап тұрды. Қара маклер алдында кезекті құрбан емес, алқымынан дәл қазір ғана тісі батқан және оның омыртқасын сындырмайынша тісін босатпайтын нағыз жыртқыш тұрғанын түсінді. Коммуналдық соғыс мүлдем жаңа деңгейге көтерілді. Шаң ауада қалың сұр перде болып тұрып алды, киімге, шашқа және кірпіктерге қонды. Келесі 2 апта ішінде Петроград жағындағы коммуналдық пәтер тозақтың филиалына айналды. Тура таңғы 9:00-де 3 жұмысшы бір уақытта перфораторларды қосатын. Олар әдістемелік түрде сантиметрлеп Саяның бөлмелеріндегі кірпіш қабырғалардан ескі сылақты құлата бастады. Шірген паркетті сөкті, оның астынан 100 жыл ішінде жиналған құрылыс қоқыстарының таулары шықты. Дыбыстың қаттылығынан терезе әйнектері дірілдеп, дәлізде тек айқайлап қана сөйлесу мүмкін еді. Тура сағат 19:00-де техника тоқтайтын. 1 минут кешікпейтін. Сая әр таң сайын нысанға келетін. Ол өндірістік респиратор киіп, дәлізге жиналмалы туристік орындық қойып, ноутбугын ашып, байсалды түрде жұмыс істейтін. Ол өз заңгерлерін басқарды, ақша аударды, өзінің пентхаусының жөндеу сметаларын мақұлдады. Және мұның бәрін тіс қақсататын гүрсіл мен көрші бөлмелер тұрғындарының балағат сөздерінің астында жасады. Артур Борзов бірінші күні ақ беріле салған жоқ. 3-ші тәулікте ол учаскелік полицияны алып келді. Қара маклердің қолынан жем жегені көрініп тұрған толықша келген полиция капитаны табалдырықтан ақ қоғамдық тәртіпті бұзған үшін айыппұлдармен және қамауға алумен қоқан-лоқы көрсете бастады. Лаура пластик папкадан құжаттар жинағын, қайта жоспарлаудың келісілген жобасы мен қабат аралық жабындарда техникалық тексеру актісін үнсіз шығарды. Респиратор киіп тұрғандықтан оның дауысы сәл бәсең шықты, бірақ өте сенімді еді. Мердігер ұйымның лицензиясы, шу деңгейін өлшеу туралы санитарлық эпидемиологиялық қорытынды. Біз күндізгі санитарлық нормаларға толық сыйып тұрмыз. Ал мына жерде капитан ол төбеге бекітілген қара жарты шар тәрізді камераларды нұсқады. Қорғалған бұлтты серверге трансляция жасалатын үздіксіз видео және аудио жазба жүріп жатыр. Егер сіз қазір жұмысты заңсыз тоқтатуға әрекет жасасаңыз, бұл жазба 1 сағаттан кейін Мнің өзіндік қауіпсіздік басқармасы бастығының үстелінде жатады. Учаскелік полицияның өңі бозарып, жұдырығына жөтеліп алды да, баспалдақ алаңының тазалығын сақтау керектігі туралы бірдеңе деп міңгірлеп, тез арада тайып тұрды. Осы көріністі өз бөлмесінің есігінен бақылап тұрған Борзов ашудан булығып, қабырғаны теуіп қалды. 2-ші аптаның соңына қарай оның империясы құлай бастады. Ол массовка үшін өзінің 6 бөлмесіне қоныстандырған адамдар қаша бастаған еді. Ешбір маргинал, тіпті тегін ішімдік үшін де 10 сағаттық дыбыс азабына және тіске қысырлайтын бетон шаңына шыдай алмады. 15-ші күні перфораторлар әдеттегіден 1 сағат бұрын тына қалды. Борзов дәлізге шықты. Көзінің асты көгеріп, шаршағаны жүзінен көрініп тұрды. Қымбат костюмінің орнына қыртыс-қыртыс спорттық джемпер киіп алған. Ол әбден қажыған еді. Лаура өзінің жиналмалы орындығында отырып картон стақаннан кофе ішіп жатты. Сен жөндеуді мәңгілік бойы істей алмайсың, деді Борзов есіктің жақтауына сүйеніп қарлыққан дауыспен. Ерте ме, кеш пе қабырғалар таусылады.
Қабырғадан кейін еден басталады, еденнен кейін төбе. Сосын маған бұл жоспарлау ұнамай қалды деп шешемін де, біз жаңа аралы қабырғалар тұрғыза бастаймыз. Лаура кофесінен жұтып алды. Ал егер аралы қабырғалар да таусылса, мен бұл 2 бөлмені студенттерге немесе ауыр металл ойнайтын музыкалық топқа тәулігіне жалға беремін. Заң маған өз меншігімді кімге болса да жалға беруге тыйым салмайды. Ол стақанды терезе алдына қойып, папкадан бірнеше A4 форматындағы парақтарды шығарып, Борзовқа ұсынды. Бірақ мәселе тек жөндеуде ғана емес, Артур Сергеевич. Менің заңгерлерім халыққа қызмет көрсету орталығы мен жылжымайтын мүлік архивтерінде жұмыс істеп қайтты. 3 жыл бұрын сіз өзен жағалауындағы үйден үлестер сатып алған екенсіз. Қызығы сол, мүліктің бұрынғы иесі, жалғызбасты зейнеткер өзі жоғалып кетерден 1 апта бұрын барлық мүлкін сіздің атыңызға жазып берген. Ал өткен жылы орталық даңғылда. Бұл ақпарат саған қайдан келді? Борзов қағаздарды жұлып алды. Оның қолдары әзер білініп дірілдеп кетті. Мен ақпарат іздеуді жақсы білемін деп суық үнмен жауап берді Лаура. Менің заңгерім сіз соңғы 5 жылда баспанасыз қалдырған жандардың атынан тергеу комитетіне ұжымдық арыз дайындап қойды. Егер бүгін келісімге келмесек, мен бұл қағаздарды іске қосамын. Не қалайсың? Деді ол тістеніп. Сіз маған өзіңіздің 6 бөлмеңізді бүгін кадастрлық құнынан 40-ға төмен бағамен сатасыз. Нысанның қазіргі сыйқын және жөндеудің жоқтығын ескерсек, бұл ең жоғарғы баға. Сен мені тонап тұрсың. Борзов алға қарай 1 қадам жасап еді, бірақ бөлмеден қолына лом ұстаған құрылыс прорабы шыға келіп, оған ауыр көзқараспен қара. Мен сізге шығар жол ұсынып тұрмын. Ақшаны аласыз да, осы жерден басқа жаққа барып біреуді қорқытасыз, бірақ бұл жерде емес. Менің ұсынысым тура 5 минут қана жарамды. Сосын перфораторлар қайта қосылады, ал папка прокуратураға кетеді. Борзов оған ұзақ әрі ауыр қарап тұрды. Бұл көзқараста ыза мен өзінен мықтырақ жыртқышты жолықтырған аңның құрметі араласып кеткен еді. Ол қағаздарды лас еденге лақтырып жіберді. Келісім шартты дайында деп түкіріп жіберді де өз бөлмесіне кіріп кетті. Лаура парақтарды көтеріп шаңын ұқыпты қағып папкасына салды. Бұл партияны олытып алды. Енді тарихи орталықтағы 250 шаршы метрлік алып пәтер толығымен оның иелігіне өтті. Үлестерді біріктіріп сату алдындағы дайындықтан кейін бұл нысан оған 10 миллион таза пайда келеді. Соңғы шайқасқа арналған қаржылық іргетас құйылды. Кешке ол әлеуметтік оңалту орталығына барды. Бұл жолы саяхат ойын бөлмесінде терезенің алдында отырып сурет салып жатыр екен. Лаураны көргенде қыз бала маркерлерін жинап қойып, бір сәт кібіртіктеп барып, өзі жақындап келді. Лаура тізелеп отырды. Мә, ал ол таспамен байланған кішкентай қорапшаны ұсынды. Келіскеніміздей, марципан. Саяхат кәмпитті алды. Оның кішкентай саусақтары енді дірілдеген жоқ. Рахмет, деді ол ақырын ғана. Ал әлі анам келген жоқ, тұтқаны да көтермейді. Тәрбиеші апай маған жылы күртеше әкеп берсін деп оған қоңырау шалған еді, бірақ телефоны өшірулі тұр. Лаураның тамағына өксік тығылғандай болды. Әлия баланы өмірінен сызып тастаған еді. Саяхат элиталық мәртебе мен сәнді өмірге жолдама беретін құжат болудан қалған сәтте оның ешкімге керегі болмай қалды. Білесің бе, үлкендер кейде өте ақымақ істер жасайды. Лаура қызының ашық түсті бұрымын ақырын түзетті. Қыз бала тартынған жоқ. Олар баланы тексерулер біткенше 1 айға орталықта қалдырады. Әлия кеуіп кеткен еріндерін жалады. 5 миллион. Мен қазір-ақ өз еркіммен қамқоршылықтан бас тарту туралы ресми өтініш жазамын, және оны сенің пайдаңа шешемін. Сенің мінсіз ана екеніңді растаймын. Маған осы ақшаны бер. Кредиторлар мені көміп тастамай тұрғанда, маған қаладан тез арада кетуім керек. Сен үшін бұл қазір тиын тебен ғой. Лаура өзімен бірге өскен, оның әкесін, бостандығын, беделін және өз баласымен өткізетін алтын жылдарын тартып алған әйелге ұзақ қарап тұрды. Ал қазір бұл адам оған өз қызын 5 миллионға сатпақшы болып тұр. Дәліздің бұрышынан қамқоршылық инспекторы Марина Юрьевна көрінді. Ол қолындағы құжаттарын ұстап залдың есігіне жақындады. Лаура әпкесіне бұрылды.
Біздің айырмашылығымыз неде екенін білесің бе, Әлия? Лаураның дауысы кең дәлізде жаңғырып шықты. Бұл инспектор мен қасынан өтіп бара жатқан бірнеше адамды артына бұрылуға мәжбүр етті. Сен әрқашан адамдарды саудаладың. Әкеңді, күйеуіңді, балаңды. Ал мен бетонды саудалаймын. Бетон сенімдірек. Лаура пиджагының қалтасынан телефонын шығарды. Экран жарық беріп тұрды, белсенді қоңырау жүріп жатқан еді. Ол дауыс зорайтқыш батырмасын басты. Бәрін жазып алдыңыз ба, Мақсат? Деп сұрады ол. Динамиктен олардан 10 метр жерде, бағананың артында тұрған заңгерінің дауысы шықты. Әрбір сөзін. Әлия Викторовна, қылмыстық кодекстің тиісті бабы бойынша бопсалау, сондай-ақ коммерциялық пара беру және кәмелетке толмаған баланың мүддесін саудаға салу. Әлияның өңі қуқылданып кетті. Ол өз қабірінің соңғы шегесін өз қолымен қаққанын түсініп телефонға шошына қарады. Әңгіменің соңын естіген қамқоршылық инспекторы жиіркене басын шайқап, қойын дәптеріне белгі соқты. Мен саған бір тиын да бермеймін, деді Лаура әр сөзді нықтап. Егер сот залына келіп аузыңды ашатын болсаң, бұл жазба тергеуші кетеді. Ал енді көзіме көрінбей, мәңгілікке жоғал. Әлия қамшымен тартып жібергендей кейін шегінді. Ол артына бұрылып, аласа өкшелі туфлимен сүріне қабына дәліз бойымен қаша жөнелді және Лаураның өмірінен мәңгілікке ғайып болды. Сот залының есігі ашылды. Лаура ішке кірді. Үлкен терезелерден түскен жарық судьяның қатал мінбесін нұрландырып тұрды. Мақсат оның қасына отырып, осы бір ұзақ әрі ауыр жыл ішінде түйірлеп жинаған бұлтартпас дәлелдерін алдына жайды. Лаура көзін жұмып, терең тыныс алды. Оның көз алдына қазір ғана жұмысшылар оның жарық әрі кең пентхаусында сырлап жатқан балалар бөлмесінің көгілдір қабырғалары келді. Оның өткен шақпен соғысы аяқталды. Алда тек өмір бар еді. Сот мәжілісі залындағы тыныштық тұңғиық судай ауыр әрі қою еді. Тек қағаздардың бір қалыпты құрғақ сыбдыры ғана естіледі. Салқын жүзді, бурыл шашын жинап алған ересек әйел, судья Мақсат ұсынған алып папканың беттерін әдістемелік түрде бірінен соң бірін парақтап жатты. Лаура талапкер ретінде үстел басында қаз дирек түзу отырды, өзіне бірде-бір артық қимыл жасауға рұқсат берген жоқ. Сырттай қарағанда ол мәрмәрдан қашалғандай суық көрінгенімен, іштей жүрегі кеудесін жарып жіберердей тулап соқты. Оның барлық жылжымайтын мүлік империясы, шоттарындағы миллиондар, ұтып алған корпоративтік соғыстары, мұның бәрі қазір ешқандай маңызға ие емес еді. Оның тағдыры, оның өмірі мен болашағы судья бейжай жүзбен зерттеп жатқан осы А4 форматындағы парақтарға байланысты болып тұрды. Ақыры мантия киген әйел құжаттарды ысырып қойып, көзілдірігін шешті де, көзқарасын қамқоршылық органның өкіліне бұрды. Марина Юрьевна, сот сіздің қорытындыңызбен танысты, судьяның дауысы залда жаңғырды. Сіз бұрынғы қамқоршылар, талапкердің әпкесі мен оның жұбайы баланы тәрбиелеуде нақты шеттетілді деп есептейсіз бе? Инспектор орнынан тұрды. Иә, мәртебелі сот. Соңғы 3 аптада азаматша Әлия Викторовна оңалту орталығындағы кәмелетке толмаған балаға бірде-бір рет келген жоқ. Телефондары өшірулі, тіркелген мекенжайы бойынша тұрмайды. Бұрынғы қамқоршылардың қаржылық жағдайы да өте нашар деп танылды. Оның үстіне, олардың үстінен тергеу амалдары жүріп жатыр. Сонымен қатар, бүгін біз құқығын қарастырып жатқан биологиялық анасы Лаура Болатқызы толық әлеуметтік және қаржылық тұрақтылық көрсетті. Тұрғын үй жағдайы белгіленген нормалардан әлдеқайда жоғары. Бала барлық қажеттіліктермен қамтамасыз етілген. Психологиялық сараптама ана мен бала арасындағы байланыстың орнауында тұрақты, оң динамика бар екенін көрсетеді. Судья бас изеп Лаураға бұрылды. Талапкер, тұрыңыз. Лаура орнынан тұрды. Ол судьяның көзіне тік қарады. Сіз ұзақ мерзімге бостандығыңыздан айырылғансыз, деді судья әр сөзді салмақтап. Сіздің өткен шағыңыз ауыр жүк. 7 жыл бойы сізді жат адам, ал кейде қорқыныш көзі деп санаған баланы тәрбиелеу орасан зор төзімділікті талап етеді. Сіз бұл эмоционалдық жүктемені көтере алатыныңызға сенімсіз бе? Ақша мен шаршы метрлер бұл әлі отбасы деген сөз емес. Лаура баяу тыныс алды.
Түрмедегі шыңдалу, суық есеп, іскер әйелдің қаталдығы, мұның бәрі ғайып болып, тек ана жүрегінің жалаңаш шындығы ғана қалды. Мәртебелі сот, Лаураның дауысы бәсең шыққанымен, онда залды бұрынғыдан да бетер тыныштыққа бөлеген шынайылық бар еді. 7 жыл бұрын мен бәрін жоғалттым. Бірақ маған аман қалуға кек алу сезімі немесе ақша туралы ой көмектескен жоқ. Маған осы дүниеде менің баламның тыныс алып жүргенін білу көмектесті. Мен өзімнің жаңа өмірімді тек бір ғана мақсатпен құрдым. Ол үшін қауіпсіз арал дайындау. Иә, өтіріктің кесірінен арамызға қабырға тұрғызылды. Менің қызым қорықты, бірақ мен оған күн сайын келіп жүрмін. Мен одан бір сәтте мені жақсы көріп кетуін талап етпеймін. Мен оның маған деген сенімін қайтару үшін 1 жыл, 2 жыл, қажет болса 10 жыл күтуге дайынмын. Мен өзгелер қирады деп санаған нәрсені қайта қалпына келтіруді білемін, оның да сенімін қалпына келтіремін. Сотта маған ана болу құқығымды қайтаруды сұраймын. Судья Лаураға ұзақ қарап тұрды. Оның қатал жанарынан адамдық түсіністікке ұқсас 1 жыллық жылт етті. Ол құжаттарға қарап, оларды тегістеп жинады. Ұсынылған айғақтарды, қамқоршылық және қорғаншылық органдарының қорытындысын, сондай-ақ кәмелетке толмаған баланың мүддесін ескере отырып, сот қаулы етті. Судьяның дауысы ресми әрі заңды түрде естілді. Талап арыз толық көлемде қанағаттандырылсын. Лаура Болатқызы ата-ана құқығында қалпына келтірілсін. Кәмелетке толмаған Саяхат толық қамқорлыққа және биологиялық анасымен бірге тұруға берілсін. Шешім дереу орындалуға жатады. Ағаш балғаның соққысы Лаура үшін сөрелік тапаншаның даусындай естілді. Кеудесінен ауа жеңілдеп шықты. Қасында отырған Мақсат жеңілдеп тыныс алып, оның қолын қатты қысты. Біз жеңдік, Лаура Болатқызы. Біз оларды тас-талқан қылдық, деді ол ақырын. Бірақ Лаура оны естімейтіндей сияқты еді. Ол сот шешімінің қорытынды бөлігін басып шығарып жатқан хатшыға қарап тұрды. Бұл мөр басылған қағаз оның өміріндегі ең қымбат құжат еді. 100 миллиондаған ешбір келісім шарт, ешбір мәміле мына қара сиямен жазылған бірнеше жолдың құнына татымайтын. 1 сағаттан соң Лаураның қара седаны әлеуметтік оңалту орталығының темір қақпасының алдына келіп тоқтады. Лаура сот шешімінің көшірмесін қолына қысып, аяғы жерге тимей, ұзын дәлізбен жүріп келе жатты. Орталық меңгерушісі құжатты оқып, жылы жымиды да, оны ойын бөлмесіне дейін өзі шығарып салды. Саяхат баяғы үстелде отыр екен. Үстінде қарапайым мақта матадан тігілген көйлек. Шашы 2 ұқыпты, бірақ сәл тарқатылған бұрын болып өрілген. Қыз бала баяғы маркерлер мен үлкен қағаз парағын қызыға бояп жатыр еді. Қадам дыбысын естіп, ол басын көтерді. Лаура есік алдында тоқтады. Ол балаға қарай бірден ұмтылған жоқ. Жай ғана тұрып, оған қарап жымиды. Бұл тозақтан өткен адамның ғана қолынан келетін ең нәзік күлкі еді. Сәлем, суретші, деді Лаура ақырын. Сәлем, Саяхат маркерін қойды. Оның көзінде ендігі ешқандай қорқыныш жоқ еді. Онда кішкентай ғана үміт оты жылтырады. Бүгін ерте келіпсіз. Кәмпит әкелдіңіз бе? Жоқ, бүгін мен одан да жақсы нәрсе әкелдім. Лаура жақындап келіп, қыздың алдына тізе бүкті. Ол өзінікіне сондай ұқсайтын үлкен, мөлдір көздерге қарады. Есіңде ме, мен саған жаңа бөлме дайындап жатырмын деп айтып едім ғой. Саяхат бас изеді. Ол дайын болды. Аспан сияқты көгілдір. Және бүгін ең маңызды күн. Мына қара мантия киген маңызды аға бізге енді ешқашан айырылыспау керек екенін айтты. Заттарыңды жина, Саяхат, біз үйге қайтамыз. Қыз бала қатып қалды. Ол Лаураның артында тұрып, басын изеп ишарат жасаған меңгерушіге қарады. Кейін көзқарасын қайтадан Лаураға бұрды. Мәңгілікке ме? Деп сыбырлады Саяхат. Ал Әлия анам мені тартып алмай ма? Сені ешкім ешқашан тартып алмайды. Енді тек екеуміз ғана боламыз. Лаураның дауысы дірілдеп кетті, бірақ ол өзін ұстап қалды. Саяхат үнсіз орындығынан түсті. Ол маркерлерді қорапқа ұқыпты салып, оны өзінің қызғылт рюкзагіне тықты да иығына асты. Сосын Лаураға жақындады. Араларында тек бір ғана кішкентай қадам қалған еді.
Саяхат өзінің кіп-кішкентай жылы алақанын созып Лаураның қолына салды. Лаураның саусақтары баланың қолын аялай, қорғай түсіп бірден қысты. Бұл жанасу оның бүкіл денесін ток соққандай етті. 7 жыл ішінде ол бірінші рет өз баласын ұстап тұр еді. Түсінде емес, аурухана палатасының сандырағында емес, өңінде. Олар орталықтың қақпасынан шықты. Осыған дейін қорғасындай ауыр бұлттардың артына тығылған күзгі күн ақыры бұлтты жарып шығып көшелерді жұмсақ алтын сәулеге бөледі. Қала ішімен жүру тыныштықта өтті. Саяхат терезеге жабысып қасынан өтіп жатқан машиналар мен дүкен витриналарын қызықтай қарап отырды. Лаура оның жүзінен көз ала алмай, әрбір детальды, қызының үлпілдеген кірпіктерінің қалай дірілдейтінін, шулы жүк көлігі өткенде мұрнын қалай қызықты житатынын ши сезініп. Машина элиталық кешеннің жерасты тұрағына кірді. Жедел саты оларды дыбыссыз ең жоғарғы қабатқа көтерді. Лаура ауыр емен есікке жақындады. Кілтті салып бұрап есікті айқара ашты. Кір деді ол қызды алға өткізіп. Саяхат табалдырықтан сенімсіз аттады. Пәтер танымастай өзгерген еді. Бұл жерде Әлияның ауыр, пафосты жылтырағынан ешқандай із қалмаған еді. Қара мәрмәр мен алтынның орнына ашық түсті ағаш, жылы бежевый тондар мен мол жарық келген. Ауыр хрусталь люстралар ғайып болған. Оның орнына кеңістікті жұмсақ, жасырын шамдар жарықтандырып тұрды. Ауада тазалықтың, ванильдің және жаңа жиһаздың иісі аңқиды. Бұл мәртебені көрсетуге арналған мұражай емес, нағыз үй еді. Саяхат аяқ киімін шешіп, шұлықшаң күйі жылы паркеттің үстімен кең қонақ бөлмеге өтті. Үлкен жұмсақ диванның үстінде жайлы плитте жатты, ал панорамалық терезенің қасында тап-таза кенеппен кәсіби бояулар жиынтығы бар үлкен мольберт тұрды. Бұл маған ба? Қыз бала өз көзіне өзі сенбей мольбертті нұсқады. Саған, Лаура, бас изеді. Бірақ бұл әлі бәрі емес. Жүр. Ол саяхатты дәліздің соңындағы есікке алып келіп оны ашты. Қыз бала таңғалып аузын ашты. Бөлме дәл оның сипаттағанындай. Көктемгі ашық аспан сияқты нәзік көгілдір қабырғалар. Үлпілдек жастықтары бар ақ ағаш төсек, терезенің қасындағы үлкен жазу үстелі, едендегі жұмсақ кілем және кітаптар тізілген сөрелер. Төсектің үстінде құшағын жайып үлкен қонжық отырды. Саяхат бөлмеге баяу кірді. Ол мұның бәрі әдемі түс сияқты еріп кетпей ме дегендей төсек жапқышты ұстап, үстелді сипап көрді. Ұнай ма? Деп сұрады Лаура есік алдында тұрып, мына бір нәзік сәтті үркітіп алудан қорқып. Өте қатты, деді Саяхат. Ол Лаураға бұрылды. Кенет оның жүзі салмақты тартты. Баланың қастары түйіліп кетті. Ал Әлия анам неге сізді зұлым деді. Сұрақ күтпеген жерден қойылды, бірақ Лаура бұл әңгіменің болатынын білетін. Әпкесінің баланың санасына құйған уын біртіндеп шындықпен жуып шаю керек еді. Лаура бөлмеге кіріп төсектің шетіне отырды да қасын нұсқады. Саяхат жақындап төсекке сәл қашықтықта отырды. Түсінесің бе, Саяхат? Лаура сөздерді мұқият таңдап бастады. Ол баланың көзінше Әлияны қаралағысы келмеді, оның лас тактикасын қолданғысы келмеді. Кейде адамдар өздеріне тиесілі емес нәрсені алғысы келетіні сондай түрлі өтіріктер ойлап таба бастайды. Әлия мына пәтерде тұрғысы келді. Ол мына үйді, мына заттарды қалады, бірақ олар менің әкеме, сенің атаңа тиесілі еді. Ал ол қайда? Деп ақырын сұрады қыз бала. Ол аспанда. Ол өте жақсы әрі күшті адам болған. Ол өмірден өткенде бұл пәтер маған өтуі керек еді. Бірақ Әлия мен оған ештеңе бермеймін деп қорқып, бәрін алдады. Ол форма киген адамдарға мені жаман істер жасады деп айтты, сондықтан мені ұзақ уақыт қалып кетті. Лаура қызы Соняға Алина есімді әйелдің арамдығы мен жаласы кесірінен түрмеге түскенін. Бірақ ол жақта тек қызын ойлап, үйін қайтару үшін мықты болуға серт бергенін түсіндіреді. Соня анасының қасындағы түрмеден қалған тыртықты көріп, аяушылықпен сипайды. Осы бір жылылықтан Лаура жылдар бойы жиналған ішкі сауыты сөгіліп, көз жасына ерік береді. Қызы Соня оны құшақтап, жыламашы, біз енді үйдеміз, анашым дейді. Бұл сөз Лаура басынан өткен ұзақ күресінің соңғы нүктесі болады.
Достар, осымен әңгіме тамам. Егер ұнаған болса, комментария жазып, лайк басып, тіркеліп қоюды ұмытпаңыздар. Келесі кездескенше сау болыңыздар.